Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Әулет құпиясы 22 бөлімі. Шағла Синанды тұтқындап ұстап алып Махинур туралы білді. Махинурым, сүйіктім, екеумізді қандай адам болса да ажырата алмайды деп едім, деді. Ал сол кезде Бехрам оларға қарап тапанша кеседі. Ал дәрігерлер болса ауруханадан Мелектің өзіне қол жұмсағаны жайлы Доғанға хабарласып, Доған мырза, Мелек ханым өзіне қол жұмсады. Оны естіген Доғанның көңіл күйі түсіп, ай қарындасым Мелек деп орнынан тұра алмай қалды. Ал Синанды құтқарған Доған, аға не болып жатыр? Бір жерің ауырып қалмады ма, деді. Жоқ, деді. Аға, Мелек өзіне қол жұмсапты, деді. Ал Гүлсан болса үйінен шығып келе жатқан Махинурды көріп, бұл кім, деді. Шағла қанымның әпкесі ғой, деді. Ол кісі жаурап қалмасын, үйіне дейін жеткізіп салыңдар, күн суық болып тұр, деп күзетшілерге тапсырма берді. Ал Шағла болса Бехрамға, аға, сен бұл не істегенің? Бізді неге тоқтаттың? Әкемді өлтірген атамды табу керек, деді. Шағла, қазір осыны ойлайтын кез ба? Сендердің сатқындықтарыңды ойлайтын кез. Сендер көзіме көрінбей бұл жерден кетіңдер, деді. Ал Кенжо болса Бехрамнан бірдеңе сұрай алмай шығып кетті. Ал Доған болса иылмастан, бұл қалай болғаны? Өзіне қалай қол жұмсаған, деді. Ал Иылмаз болса оны жеке түрмеге қамаған. Не үшін, деді. Телефонмен ұсталған. Не? Телефонды ол қайдан кіргізген? Тәтем бермеген бе, деді Доған. Тәтемнің, яғни біздердің тым қатысы жоқ, деді. Ал осы кезде ауруханаға келген Шағла, ал Кенжо болса Мелекті естіп қатты уайымдады. Сен кете бер, деді Кенжоға. Кете алмаймын, Мелектің жағдайын білемін, деді. Ал Алтын болса Сино екеуі Шағланың ауруханаға келгенін көріп, Шағла, сен мұнда тұрма, кете бер, сен арсыз мұнда не істеп жүрсің? Мен Мелектің адвокатымын, Мелек солай таңдаған, деді. Ал Доған Шағлаға, сен қайда болдың, деді. Үйде әпкемнің жанында болдым. Жақсы жүр, деді. Ал Махинур болса кешегі болған жайларды түсінде көріп шошып оянды. Ал Шағла Мелектің есін жинағанын қатты қайғыра Доғанға айтты. Осы менің кесірімнен болмады ма екен? Бұл жағдайға Мелектің жеткізген адам кінәлі, деді. Ал Мелек Кенжодан Мелекке Шағла телефон бергенін естігенде Мелек қатты ашуланды. Кенжо, сенің есің дұрыс па, деді. Жай менің көмегім керек болып қалар деп ойладым. Екеуің араңда не бар, деді. Ештеңе де жоқ, деді. Мен кеттім, деп Мелек Шағла кетіп бара жатқанда қалтасындағы бір затын жоғалтқан есіне түсті. Ал Мелек болса ауруханада жатып есін жинады. Мен қайдамын дегендей жан-жағына қарағанда жанына бір медбике келіп, мен сізге бірдеңе ескертейін деп едім. Туыстарыңыз сыртта. Шемшек мырза сізге сәлем айтты. Дәрі туралы ештеңе айтушы болмасын, деді. Ал Шағла үйіне келгенде құрбысы дедем Махинур әпке өзіне өзі қол салмақшы болды. Тұзды суды қолына құймақшы болғаннан мен келіп қалдым. Ал Махинур әпке кеше саяжайға сіздің артыңыздан барған екен. Сені сонда болар деп ойлапты, деді. Не? Онда не үшін барған? Доған мырзаға барған. Сол жақтан келгеннен кейін қатты өзгерді, деді. Ал Синан мен бүкіл отбасы Мелектің жанына палатадан шыққанда анасы жылап қалды. Оны Гүлсан алып кетті. Ал Доған ағасын ертіп, аға жүрші, кеше сөйлесе алмадық қой. Сенің жанында кеше әйел болмады ма, деді. Жоқ, оны неге сұрадың? Өйткені сенің жібіңді шешіп жатқанда бір әйелді байқадым. Бехрам ғой, Бехрамның ойыны, деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырамыз.